Сәлем достар, сіздермен бірге Дария. Бүгін штрудель тағамын дайындап көрмекшімін. Сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен қызып тұрған майға картошкамызды салып қуырып аламыз, яғни қызартып аламыз жан-жақтарын барлығын. Дәміне қарай аздап тұз себесіздер, кейін жаңағы майдан алып аламыз. Міне дәл осылай қызартып қуырып аласыздар. Және де майыңыздың мөлшерін азайтып, алдын ала турап дайындап қойған еттеріңізді осы қазандағы майға салып, қызартып жаңағы етімізді қуырып аламыз. Менде тұздалған ет, сол себепті тұз салмаймын. Етімізді қуырғаннан кейін сәл үстіне су құйып бұқтырамыз 10-15 минут. Оған дейін жылы суға жұмыртқа, тұз салып, жаңағы қамырды нан илегендей нан жаятын боламыз. Барлық қажетті ингредиенттерді төменде описаниеда жазып қалдырдым. Осылай ұнымызды бөліп саламыз да, кейін бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр дайын болады. Кішкене тындырып, демалдырып қоямыз. Біздің етіміз қуырылған, үстіне пияз, сарымсақ саласыздар, дәмдеуіштер салыңыздар. Паприка болмаса, аз ғана томат салыңыздар. Кейін сәбіз салып осылай барлығын араластырамыз. Және де үрме бұршақ дейді қазақша, енді фасоль, жасыл фасоль саламыз. Ол да өз қалауыңыз бойынша. Болмаса тәтті бұрыш салуға да болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді етіміз піскенге дейін осы жай отта қақпағын жауып бұқтырамыз. Картошкамызды салып бұқтырамыз. Енді штруделімізге қамырын дайындаймыз. Кәдімгі асқаннан жайғандай етіп, жұп-жұқа қылып жаясыздар. Үстінен осылай сұйық май жағып, барлық жеріне теңдей жағып шығасыздар. Кейін сәбіз, пияз және де сарымсақты аз ғана майда қуырып аламыз. Енді дайын болған қамырымызды осылай шамамен бөлеміз. Ортасынан тағы бір бөліп шықсаңыздар болады. Сонда сіздерде бір 10-12 дана шығады. Кішкентай жаңағы гүл тәріздес қылып осылай жасайсыздар. Барлығын арасын өстіп ашамыз. Дәл осылай барлығын жасап шығасыздар. Менде енді мұнда қабаттары көп болып кетті да, негізі ортасынан бөлсеңіздер, бірнеше осындай роза әдемі гүлдерін жасап шығаруға болады. Енді қазанымызға жартылай ғана батырып саламыз. Үстіне осы майын құйып, бір жарты сағаттай тағы да пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдыра отырыңыздар. Сонымен біздің штруделіміз дайын. Алдымен осылай қамырымызды алып аламыз. Кейін ет, картошкамызды жаңағы ыдысымызға салып, өз қалауыңызша әдемілейсіздер. Өте оңай әрі тез жасалатын тағам. Менімен бірге жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.